Қазақтың ежелден келе жатқан дәстүрлерінің бірі зергерлік өнер. Бұл шынайы шеберлік пен шыдамды талап ететін кәсіп. Мұны біз қолдауымыз керек. Жан-жақты жаңғырту басты мүддеміздің бірі. Осы ретте Қазақ батырлар арнасы Мерхат компаниясымен бірлесе осы бағытта жұмыс жасауды қолға алды. Назарларыңызға ерлерге арналған сапалы күмістен жасалған сақиналарды ұсынамын. Руыңыздың таңбасы ма, аты ма, әлде өз есіміңіз бе? Қалауыңызша жаздыруға болады. Авторлық дизайнмен де жұмыс жасау қарастырылған. Өте тартымды, көздің жауын алатын бұйымдар. Бұл дүниелерді сатып ала отырып сіз Қазақ батырлар арнасына да қолдау көрсетесіз. Бағасы қолжетімді. Байланыс номеріне хабарласып, арна атынан келгеніңізді айтсаңыз, қомақты жеңілдіктер қарастырылған. Ұлттық өнерге бірге қолдау танытайық, қадірменділер. Тапсырыс күтеміз. Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай, қадірменділер? Али Ахмедов таңда кезекті жеңісіне қол жеткізді. Кездесу болжанғандай шықпады енді аздап. Али мен ойлағандай бірінші раундта қарсыласты құлата алмады. Екінші раундта құлатты. Бірінші бөлімде кездесуді аяқтауға болатын еді, бірақ Ахмедов созғысы келген секілді. Екінші бөлімнің өзінде ол бар күшін салып ұрған жоқ. Мысық тышқан ойнап көргісі келген. Алайда Энкарнасион Диас болмады. Тым осал екен. Төрешіден араша сұрағандай көрінді. Рефери тоқтатты. Айта қалар дәнеңе де жоқ. Диас, Коста-Рикалық боксшы, ешқашан орталық Америкадан жырақта болмаған. Кариб бассейн аймағындағы елдердің боксшыларын ұрып жүрген. Бұл оның Америкаға келіп бірінші рет бокстасуы болды. Оны бағалайтын болсам, мен үшін көше нокаутер ұнақсады. Денесіне қарасаң атлетке ұқсамайды. Таза табиғи күшімен өз аймағында нокауттарды санап жүрген. Али оның мансабындағы ең мықты қарсылас болғандай. Жа, осымен бұл тамам. Енді Алидің арғы қадамы қандай болмақ? Жалпы, Солтүстік Америка бокс сарапшылары Головкин командасындағы бұл боксшының қайтадан орбитаға шыққанына қуануда. Ахмедов небары 28 жаста. Бұған қарамастан еншісінде қазірдің өзінде 21 жеңісі бар. Бір жеңіліс оқыс оқиғадан болғанын бәріміз жақсы білеміз. Демек ол жарқын проспектілердің бірі болып қала береді. Бастысы еншісінде уақыт жеткілікті. Оған қалғаны командасымен тұрақтап қалмай, жиі кездесулер өткізіп отыру. Жолында бокстасатын мықтылар жетерлік. Супер орта салмақ дәл қазіргі сәтте жұлдыздар жиналған орта. Канело осы салмаққа шықты да, басқа да мықтыларды маңына жинап алды. Әрине, Алиге қазір Канеломен шығуға ерте шығар. Бірақ жақында ғана Саульден жеңілген Хайме Мунгуяны назарға алып көрген дұрыс. Хайме көп іссіз жататын боксшы емес, ол жақын уақытта тиімді қарсыластар қарай бастайды. Міне сол шаққа жетпей тұрбақ, Али мексикалыққа шақырту тастаса жөн болар еді. Түсінемін, бұл ол үшін қауіптісін, дегенмен шешінген екенсің, судан тайынба. Қашанғы ноунеймдерді ұрып жүресің, бұлай жүрсең жүре бересің. Қазіргі 28-ің бір мезетте қалай тез 38 болып кететініне сенбесең, Қанат Исламнан сұра. Сондықтан іске кірісу керек. Жүкті жинап алып Алматыға тайып тұру қазір жөн емес. Ұзақ лагермен ауырсын болса бір сәрі. Ондай жоқ қой. Америкада қала тұру керек. Жаттығуды пысықта, деңгейді өсір. Әлеуметтік желде шула, сосын бір мәнісі болып қалады. Тағайтамын, супер орта салмақта кездесу таппай қаңғырып жүргендер өте көп. Солардың назарында болу керек. Ал бұлайынша жеңіс құтты болсын дейміз. Қазір 5 жеңісті серия бітпейтін чемпиондық серияға ұлатсын. Енді кешегі батырдың жекпе-жегінен кейін басталған жаңалықтар жаңғырғынан аздап қосайын. Сол бір жеңістен соң Жүкенбаевқа қарсылас табу қиын дейді Америкада. Ол да Жәнібектің кебін киіп отыр. Тым қауіпті боксшы, бірақ танымалдығы төмен. Яғни қаржы алып келе алмайтын боксшы. Мұндайлармен көптеген саңлақтар шығудан қашқақтайды. Екі есе тиімсіз деп саналады. Қазіргі сәтте батырға мықты промоутерлік компания табу керек. Ондайлар бар болса керемет болар еді. Ары қарай солардың көмегімен жоғары көтерілу жолы қарастырылатын. Ал бұлайынша осы Пробокс ТВ платформасында қала береді. Осы жолмен қалатын болса батыр келесі жекпе-жегін тағы бір қазақстандық Сергей Липинеспен өткізуі әбден мүмкін. Қазіргі компания осы жолды қарайтындай. Липинеспен кездесуі мүмкін екенін мен бұл сын алдында айтқанмын. Бірақ аталмыш жекпе-жек Жүкенбаевқа еш нәрсе бермейтін секілді. Қатардағы кездесу болып қала береді. Қазір Сергейдің өзі басқа жол таппай Пробокс ТВ-ға келген болатын. Мұнда 8 мамыр күні кездесу жасап жеңіске жетті. Робби Дэвис Джуниор есімді боксшыны ұпай санымен қапы қалдырды. Жалпы бұл сын ешкімге аса қызық емес. Бізге де, яғни қазақстандықтарға. Жанкүйерлер батырдан қазір чемпиондық бағыттағы жекпе-жектерді көргісі келеді. Ал түпкі қалауымыз 777-ның Субрель Матиаспен шығып одан есе қайтаруы. Мансапты жалғастыратын тағы бір тиімді жол бар. Ол Теренс Кроуфорд арқылы. Кроуфорд өздеріңіз білетіндей қазір өзі жұмыс жасайды. Топ рангпен қырылысып жүріп, байланысын үзді. Есесіне ешкімге тәуелді емес.
Міне сол Теренс кеше кездесуге бекерге арнайы ұшып келмеді деген болжам бар. Батырды ол өз көзімен бірінші рет жұмыста байқап көрді. Қазақта қарап қалмай, әлем мойындаған мықтының алдында жерге қаратпады. Енді кім біледі, Кроуфорд 3 тамызда өзінің жекпе-жегінің андеркартында Батырға орын беретін шығар. Мұны да мен жоққа шығара алмаймын. Олай болса тіптен тамаша болар еді. Ал қарсылас ретінде Шоқжахан Эргашев болғанын қалайтын едім. Батыр қазір WBA жүйесімен келе жатыр. Мұнда ол рейтингте 12-ші орында тұр. Шоқжахан болса IBF-те 13-ші орында. Эргашевті Матиястан тұлықталды. Сосын наурызда Хуан Гертас тұтты. Бұл меніңше кереметсін болар еді. Қазақстан мен Өзбекстан аяқтан тік тұрады. Оның үстіне Кроуфордтың өзі өзбек Исраил Мадремовпен шығады ғой. Міне менің арманым осындай. Шіркін, бұл орын алған болса, сұмдық кеш болатын еді. Батырдың бұл сынның құны жанкүйерлер үшін Головкиннің чемпиондық жекпе-жектерінен кем түспейтініне кепіл бола аламын. Біз айтамыз әрине, қалғаны енді Жүгенбаев пен оның командасының қолында. Бейне материал ұнады ма, онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз, бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарың үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңісті жорықтары молынан болсын.